алтын ханымдар. Мінекей марафонның 3-ші күніне де жеттік. Бүгінгі сабағымызда біз мужской спортивный худи тігетін боламыз, яғни толстовка деп айтады, сондай тігетін боламыз капюшонымен. Сіздерге керекті құралдар. Ең біріншіден трикотаж, кез келген трикотаж. Двухнитка болсын, трехнитка болсын, начосымен, начоссыз разница жоқ. Ең біріншіден сіздерге 1,5 метр трикотаж керек. Өлшем алатын метр, қағаз қырқатын қайшы, мата қырқатын қайшы, бор, түйрегіштер, қолғайшы, сызғыштар, ручка, қалам, сосын кез келген ақ қағаз. Плакат болсын, ватман болсын, обойдың қалдығы, клеенка болса да болады. Ал ендіше өлшемдерді алуға кеттік. Қыздар, бүгін біз Нұрисламға спортивный костюм худи тігетін боламыз. Ең біріншіден белін байлап алу керек. Мен өзім шнуровымен белін байлап алдым. Міне белді тұрғанын байқадым. Сосын қаламды қойып, иығына белгілейміз. Осы жерде тігіс болады деп белгілеп аламыз. Сосын мына жерде сүйектері бар. Осы жерді белгілеп аламыз жалпы. Ең бірінші өлшем обхват груди, көкірек айналасы. Міне. Осы жерден өлшеп аламыз. Жерге параллельно болу керек. Міне қыспаймыз, боста жібермейміз. 110 сантиметр. Осы жерге 110 сантиметр деп жазамыз. Келесі өлшем обхват талии. Белдің айналасы міне 99 сантиметр. 99 сантиметр. Обхват бедер. Бөксенің айналасы. Міне қараңыз. Тура мына бөксенің үстінен тұру керек. Ең жоғарғы нүктелерімен. Кішкене қарнына да есептейміз, қарны болса. 112 сантиметр. 112 сантиметр. Сосын белдің ұзындығы арқасынан. Мына қараңыздар. Бағана біз белгілеген жерден, осы жерден белге дейін өлшейтін боламыз. Мінеки 51 сантиметр. ДСТ белдің ұзындығы арқасынан 51 сантиметр. Енді белдің ұзындығы алдынан, дәл осылай. Мұны есептейтін боламыз. Мұны. Тоже 52 сантиметр. 1 сантиметр разница. 52. Длина плеча. Иықтың ұзындығы. Мұна мойын басталған жерден. Мұна мойын басталған жерден. Осылай өлшейміз. Мына жерге дейін міне 15 сантиметр болды. Сосын неше сантиметр түседі. Егерде спущенный рукав болса, қазір модадағыдайшы, мына 22-23 сантиметр болады да. 15-23 деп жазамыз. Мына 15 и жақшада 23 деп жазамыз. Ширина плеча. Мына қараңыздар. Ширина плеча. Мына сүйекте дейін өлшейтін боламыз. 48,5 сантиметр. 48,5 сантиметр. Ширина спины, арқа кеңдігі. Мына жоқ, көмектеспейміз, түзу тұрамыз. Мына дене бітіп, қол басталған жерден, мына жерде мына қол басталып тұр, мына дене бітіп, осы жерден. Осы жерден сондай жерге дейін өлшеп аламыз. Мына 46 сантиметр. Осылай 46 деп жазып аламыз. Ширина груди. Осылай. Тоже мына дене бітіп, қол басталған жерде. Мына 42 сантиметр. 42 сантиметр өлшеп аламыз. Длина рукава. Мына оң қолын кішкене бүктейміз. Осы сүйектен былай білекке дейін өлшейміз. 65 сантиметр. 65 сантиметр. Обхват руки қолдың ең қалың жерінен, міне, прям на қолтыққа дейін былай жеткіземіз да, ең қалың жерінен осылай қылып өлшейміз. 40 сантиметр болып тұр. Обхват руки 40 сантиметр. Обхват запястья, білек айналасы, міне, осы жерден. Жалпы осылай өлшейміз, себебі мына жерде резинка болады ғой. Манжет болады да.
осылай есептейміз. Міне 20 сантиметр манжет и ені где-то 7 сантиметр деймін, 6 сантиметр манжет болады. 6, 20 и 6 ширина деп жазайын. Вот. И длина изделия. Жалпы общий на спортивный костюм осы жерден болсын деп жатыр. Мына 75 сантиметр. Осы жерге дейін болады. Бұл енді 75 деп жазып алам. Жалпы өлшемдердің бәрін алып алдық. Енді сызба сызуға кірісейік. Енді қыздар қараңыздар. Айналымдағы өлшемдерді сразу екіге бөліп аламыз. 110 болса 55 сантиметр. Оның жартысы 27 жарым болады. 99. 100 деп айтайық, я мужской приталенный болмайды ғой, негізі. 50 жартысы 25. ОБ 112, 56. Так, 50, 25, 28 сантиметр болады. ДСТ, ДПТ бізге керек емес. Длина плеча 15 сантиметр керек емес. Ширина плеча 48 жарым болды общий. Жартысы 24-те 25, 24-те 3 болады. Ширина спины 23 сантиметр. Ширина груди 21 сантиметр болды. Длина рукава керек емес. Обхват руки 40 сантиметр тоже керек емес. Обхват запястья керек емес. Болды. Енді свободаға берілетін өлшемдер. Общий спортивный костюм бостау болу керек қой. Сондықтан біз так айналма 110-ға бұлай есептейміз да, өздеріңіз. Бұлай примерно есептейсіздер. Қандай болу керек? Көкірек айналасы 110 сантиметр болып тұр, я? Енді оған бір 12 сантиметр қоссақ, осындай кеңдігінде болады. Жетеді, я? Значит, общий 12 қосамыз да, мына өлшемге 6 сантиметр, мына өлшемге 6 сантиметр қосамыз. Белге біз приталенный жасамаймыз, сондықтан кең болады. Бөксеге бір 4 сантиметр қосамыз. Я? Даже 4 көп болады, 3 болады. 3. Вот. Так, и ширина спиныға 3-тен бірі, 6-ның 3-тен бірі 2 сантиметр қосатын боламыз. Спущенный болады ғой, сондықтан бізге аса бір маңызды емес бұл. Так, 3-тен бірі бұғанда 2 сантиметр қосылады, 2 сантиметр проймаға қосылады, дұрыс. Так, обхват рукиға 40 сантиметрге, так, если 40 болса, тоже осылай есептейміз. 40 болса, ол мына жерде қолына прям айналып тұр, қысып тұр. Қалай жасасақ жақсы болады? Мына 4 сантиметр қоссақ, нормальный болатын сияқты. Сондықтан біз 4 сантиметр қосамыз. Обхват рукиға 4 сантиметр қосамыз свободаға. Мына жерде свободаға берілетін өлшемдер. Ал ендіше сызбасын сызуға кірісейік. Әдеттегідей бұрышымызды сызып аламыз да А нүктесін қоямыз. Адан төменге қарай длина изделия деген өлшем бар. Бізде 75 сантиметр болу керек. Адан төменге қарай 75 сантиметрімізді өлшеп аламыз. Міне. Мінеке, 75 мына жерде болып тұр ғой. Ручка кетті ғой жұмысқа. 75 осы жерде болды. Енді о жерде бұл Н нүктесі. Линия низа дейді. Жалпы худидің етек жағы да. Келесі қадам А нүктеден Т нүктеге дейін бізде мына ДСТ деген өлшем бар, 51 сантиметр. 51 сантиметр. Байқадыңыздар ма, ер адамдікі кішкене көбірек жүреді, ірілеу жүреді. Бірақ ірі еркектерді бар, майда еркектерді бар. Так, келесі. Тоже Т нүктеден перпендикуляр.
бәрібір әйел адамға қарағанда ер адам сүйегі ірілеу болады. Келесі қадам, біз пройманың ұзындығын табамыз. Так. Тағы да бір өлшем бар да, есімізден қалып қойған. Мұны қараңыздар. Мынау осылай айнала, көкіректің айналасын өлшеді қой да. Мынау қолтыққа тіреліп тұрады да жалпы, мынау метр. Осы жерден, бағанағы біз иықты өлшеген жерден, и осылай өлшеп келеміз. Міне, 26 сантиметр болып тұр. Міне, осы жерді байлап алыңыздар. Длина проймы деген өлшем. Болды. Длина проймы. Вот осы жерге длина проймы. Жалпы әйелдердікінде солай өлшеуге болады. Сонда адаспайсыздар өлшем алғанда. Длина проймы 26 сантиметр деп жазып қоямыз. Но біз әлі спуск жасап отырамыз, бірақ жалпы сіздерге осы өлшем жайлы айтып кетейін. Енді келесі қадам, қараңыздар. Біз әйелдердікінде қылып есептемейміз. Енді А нүктесінен төменге қарай біз 26 сантиметрге плюс 1 сантиметр қосып 27 сантиметр өлшейміздағыны Г нүктесін қоямыз. Вот осы жерде бізде қолтықтың ойындысы болады. Вот. Енді қараңыздар. Г-дан Г1-ге дейін біз 6 сантиметр свобода берген болса, оның жартысы 3 сантиметр болады. Значит, бізде 27 жарымға 3 сантиметр қоссақ, мына 4-тен 1 бөлу ғой, дұрыс па? Мынаған қосамыз деді қой 6-да. Значит, мынаған 3-ті қосамыз. 27 жарымға 3-ті қоссақ, 30 жарым болады. Міне, 30 жарым сантиметрді осы жерге белгілеп, Г1 нүктесін қоямын. Осы Г1 нүктесінен мен төменге қарай перпендикуляр сызамын. Вот, осылай. Енді арқа кеңдігі бізде ширина спины, мына қараңыздар, 23 сантиметр болып тұр, менде. Сосын 2 сантиметр свободаға берем дедік, значит 25 сантиметр болады. Осы жерден 25 сантиметр өлшеп, мен жоғарыға қарай перпендикуляр сызамын. Вот осылай перпендикуляр сызамын. Енді қараңыздар, А нүктесінен оңға қарай 9,5 сантиметр береміз. Төменге қарай 9,5 сантиметр. Төменге қарай 3,5 сантиметр береміз. Вот, 3,5 деп жазамыз. Мойнымыз думалақ болғандықтан біз думалақ етіп қосамыз бұлай. Енді төменге қарай, мына нүктеден, П нүктесінен төменге қарай 4 сантиметр түсіреміз. 4 сантиметр түсіреміз. Сосын мына 9,5 мен 4-ті қосамыз. 4-ті қосамыз. Жалпы длина плеча деген өлшем, длина плеча 15 сантиметр деп тұр. Міне, осы жерде, міне. Осы жерде болып тұр да, иықтың ұзындығы. Енді осы линейканың күшімен, көмегімен біз қолтықтың ойындысын сызып аламыз. Жалпы бізде арқасы почти дайын болды. Так, охват бедер 28 сантиметр болды ма? Демек, мен мына жерден бөксесінен 28-ге, так, 3-ті қосқанда, 1,5 қосқанда 29,5 болады. О, нормально. Все, норма, әдем болды. Себебі фигуралары еркектердікі басқаша да кішкене, дене жағы ірілеу, бөксе жағы кішірек жүреді. Так, нормально. Бөксесі, көкірегі почти бірдей болып тұр да. Мен чуть-чуть свободнее алғам, негізі 110.
свободный алғам. Так, енді арқасы дайын, енді алдыны сызамыз. Кішкене спущенный жасаймыз ғой, да? Спущенный жасаймыз. Сондықтан мен бағана бүйтіп айтқаным, мынаны жалғастырамыз. Қараңыздар, пунктирный линиялармен былай жалғастырайық. Екінші өлшемім 23 сантиметр болды. Мына 23 сантиметр мына жерде болады да. Вот. Осы жерден болады. Енді кішкене мынау қолтықтың линиясын біз продолжать етуіміз керекпіз. И қолтықтан кішкене түсіруіміз керекпіз, я? Так, бір 5 сантиметр түсірейік. Значит, 2,5 сантиметрге кеңейтеміз. Вот. Бұл моделированияның бізде оқыған қыздар біледі. Вот. Төменге қарай мына Г1-ден 5 сантиметр түстік, еніне 2,5 сантиметр бердік та. И бізде бұл толстовкаға кішкене былай болады. Қараңыздар, мынаны қалай шығарын десеңіз, мына жерде мына 3 сантиметр бұл бисектриса. Если мында линейкаларын шық болса, осылай шығарасыздар. Енді мынаны қаяқтан шығардық десек, біз бағана спущенный болады дедік қой. Мынау общий мына жерге дейін 15 болды. Міне, я? Мынау 15. Ал енді мынау 23. Демек мен мына жерге дейін міне 23 сызып алдым. Көрдіңіздер ме? Міне. Сосын мынау қолтыққа тіреліп тұр ғой. Дұрыс па? Өлшеген кезде қолтыққа тіреп барып өлшедік. Ал енді бізде бостау болу керек. Кішкене спущенный. Сондықтан мен 5 сантиметр түсіп, 2,5 сантиметрге кеңейттім. И осылай қолтықтың ойындысы сияқты кішкене былай осылай жасадым. Міне. Вот. И осымен осылай әкелем. Вот. Кетті. Вот осылай кетті. Енді вырез болады. Вырез где-то, наверное, 12 сантиметрдей болады. 12. Өзіме белгілеп алайын. 12 сантиметр вырез болады деп. Отырып тұрғанда ыңғайлы болады. Так, сонда біздің қолтығымыз мынау болады и мынау болады. Енді еще бізде дәл осы лекаламен, бұл арты ғой. Арты. Енді дәл осы лекаламен біз алдын шығарамыз. Алдын қазір көрсетем қалай шығару керек. Ал енді алдында қалай жасаймыз? А нүктесінен төменге қарай 9,5 сантиметр береміз. 9,5 деп жазып алайын мен. И мына мойнымыз думалақ болғандықтан былай түсеміз. Бірінші арқасын пішіп аламыз да, кейін алдын пішетін боламыз. Қалған детальдардың бәрі осылай болады. Алды арқасы бірдей болады. Просто ДПТ кейін біз матада ДПТ 1 сантиметр көбірек қой. Сондықтан матада соның есебін шығарып аламыз мына жерден. Мінекей қыздар, қараңыздар. Вот осылай. Сонда 15 пен 23-тің разницасы қанша? 8 сантиметр ма? Вот өздеріңізге сақтап алыңыздар. 8 сантиметр спуск. Сонда оны жеңнің ақсынан алып тастайтын боламыз 8 сантиметрді. Бірінші артын пішіп аламыз, одан кейін алдын пішеміз. Енді жеңді қалай шығарамыз? Енді мына жерде мына матық не қалды, иә? Мінекей.
Енді мен жем шығаруым керекпін. Сондықтан бізде қол, қараңыздар, қолдан кішкене спуск бар, я? Мына жерден 1 сантиметр спуск түсіреміз. Мына қолтықтың ойындысынан 1 сантиметр спуск түсеміз. И вот осы 1 сантиметр спускпен осылай, мынаны тура осылай переводить етеміз. Я? Тура осылай переводить етеміз. Бірақ мына жерден 1 сантиметр көтерілеміз жоғарыға. Себебі қол жұмыс жасауға бізге керек болады. Вот, осы ұзындықпен мына ұзындық келеді сонда. Вот. Енді қараңыздар. Длина рукава 65 сантиметр деп тұр. Минус манжет. Так, манжет 6 сантиметр. 65-тен алып тастаймыз 4 сантиметр. Себебі кішкене мынандай напуск болу керек қой. 4 сантиметрді алып тастағанда, сонда 61 сантиметр болу керек. Мына жерден, қолтықтың ойындысына, мына жерде 15 деген жерден мен 61 сантиметр өлшеп аламын. Даже 62 өлшеп алайыншы. Кішкене бүйтіп тұру керек та манжет деген. Міне 62 сантиметр болды. Вот осы жерден перпендикуляр сызамын. Енді міне қараңыздар, лекаланың көмегімен бағанағы білектің айналасы 20, көбірек болу керек қой 20-дан. Міне 17, 2 айнала 16 жарым, 33 болады. 20-ға әдемі посадка болады даже. Міне. Вот, мына жер 16 болды. Мына жер 16 болды менде. Бағана біз өлшегенде білек айналасы 20 болды ғой. Мына жері, я? Мына жері 20 болды. Енді кішкене мен сборка жасауым керекпін ғой, я? Совсем көп кетсе де болмайды да. Сондықтан мен есептедім. Так, 32 сантиметр, 12 сантиметр 20-ға әдемі қонады. Вот солай есептейсіздер да сіздерде. Міне. Енді осы жері. Так, қателестім. Вот осы жері. Вот. Осында әдемі сызық болу керек. Так. Мынау 16. Мынаумен бірдей болды. Вот. Енді жеңді пішеміз. Мына жерге бүктелген жерге қоямыз. Қиын емес деп ойлаймын. Ешқандай есебі жоқ бұның. Для себя тексеріп көрсек, қолдың айналасына, так, обхват руки 40-қа, міне, қараңыздар, ровно болды. 40-қа 4 сантиметр қосқанда 44 болады дедік, ал мына жерде бұл жартысы ғой, 23 сантиметр. Өте әдемі болып шығады. Даже міне, жақсы болып шығады. Так что, ешқандай қорықпаңыздар. Енді пішуге кірісейік. Ал ендеше қыздар, арқасын пішуге кірісейік. Ең біріншіде керегі матамызды бүктеп алдық. Бүктеген кезде бірдей болу керек. Қараңыздар. Міне 38 болды ма? Бірдей 38 болу керек. Сосын түйремеймін. Прям сразу бормен сызып алам да. 1 сантиметр емес, 0,5 берем. Сразу оверлокпен жинайтын болам да мен. Ал етектен
3-4 сантиметр беретін боламын да. Міне. Етектен мынанша берем. Тігіске. Вот, қанша болды? 3-8 болды. Ана жерде 0,5 беремін. Мойын жақтан да. Себебі мен бәрін оверлокпен жинаймын. Арқасы пішілді. Дәл сол лекаланы мойын жақты үлкейтеміз, я? Вот осылай бүктеп бірақ мен мына жерден 1 сантиметр көбірек берем дедім, я? Вот осылай. Міне, угол. И дәл солай қылып қырып кете бересіздер. Қанша айтқанмен оларда көкірек жоқ болса да, кеуде бар ғой, кеудеде көтереді. Вот осылай. И 3-8 берілген еді. Значит, мына жерде де 3-8 беріледі. Ну, 4 берсеңіз де болады. Мен просто былай линейканы қоя салғанда қарасам 3-8 болып тұрды. Содан кейін алдына да арқасына да бірдей боласасын дегенім ғой. Енді осы жерден былай. Мойын жақтан 0,5. Иықтан да 0,5. Бәрін оверлокпен қосам дедім ғой сіздерге. Егерде оверлоктарыңыз жоқ болса, кәдімгідей тігіспен қосасыздар. Ол кезде бір бересіздер да, бір беріп, оверлок істеп, и трикотажный инемен тігіңіздер. И кейін не істейсіздер ғой? Так, осы зигзаг обработка жасайсыздар ғой жалпы. Енді бізге жең керек. Жең пішеміз. Жалпы менде мына жерде бүктелген жерге қоям дедім ғой. Как раз мына ұзындығы жетіп тұр маған. Енінен кішірейтем да кішкене. Так, енінен кішкене кішірейтем. Осылай. Осыдан, бұдан 2-3 шығарамыз ғой жалпы. Нөл бес береміз тігіске. Мына трикотажды прям қайшын керемет пішіп беріп жатыр ғой. Кешегі шерстан кішкене қиналып қалды. Өткірлеу керек өзі жоқ. Так, енді мына жерге тиіскім жоқ та. Или тиісе берем. Так, былай, осылай саламын. Екі жең бірдей болу керек та, содан кейін
жақсылап есептейміз бәрі. Міне, алды, арты, жеңдері дайын. Енді капюшон пішеміз енді. Капюшонға бізге де бір өлшемдер керек. Қазір сол өлшемдерді алып көрсетемін сіздерге. Капюшон өлшеу үшін бізге қараңыздар. Жалпы тігісі примерно осы жерде болады да. Если капюшонды былай істесек, тырыс қалады да басын ашы. Содан кейін кішкене свободамен өлшейміз да. Былай болса, міне капюшон жалпы былай болса, нормально. Міне қараңыздар. Нормально. Міне 94 сантиметр. Так. Длина капюшона жалпы былай өлшегенде 94 деп жазамыз да. Я, енді жалпы капюшон ол мынандай келеді. Я, енді біз мына енін, бастың енін есептейміз. Ол үшін біз қараңыздар. Кеттім. Мына жерге дейін өлшеуіміз керекпіз да. Сонда мына жерге дейін. Вот. Свободамен 30 сантиметр болсын. Ширина 30 деп қоямыз да. Міне. Болды, рахмет. Вот 94, ені 30. Енді қазір соған қарап біз сызбасын сызатын боламыз. Әдеттегідей А нүктемізден 94-тің жартысы бізде так 90, 45, 47 болады. Жартысы 47. Вот А нүктемізден төменге қарай 47 сантиметр өлшеп аламыз. Вот. Бұл А нүктесі, бұл Н нүктесі. Енді ені бағана біз айтқан 30 сантиметр. Где-то бір свободаға 2 берейік, 32 болсын. Трикотаж ғой дұрыс па? Капюшонда тырысып тұрған болмайтын шығар, ендеше 32. Жалпы бұл капюшонның Аға параллельно А1, Нға параллельно Н1 нүктесі. Енді қараңыздар, біз жағамызды өлшеп аламыз. Жалпы алдын, артын біз өлшеп алатын боламыз. Қанша екен? Бағанағы мына өлшем қараңыздар. Бұл алды. Міне 16,5 сантиметр болды ма? 16,5 сантиметр болды. Ал енді мына өлшем бар ма? Міне 16,5, мына жерден. Вот, міне 16,5. И тағы да мына жерді өлшеп аламыз. Міне 28,5. Жалпы былай. Міне біздің мойнымыз жалпы былай болып тұр да. 28,5. И жазып аламыз мына жерге 28,5. Ол біздің обхват горловина болып тұр да, жарты өлшемі. Демек, менде мына жерде 28,5 шығу керек. Төбеге қарай мен 6 сантиметр көтерілемін. 6 сантиметр көтерілемін. Мына жерді мен тең үшке бөлем. 32-ні үшке бөлсең, 10 бүтін 10-7 ма, сонда примерно. Вот где-то вот осылай болады. Видите, дұрыс есептеппін. Осы жерді тең үшке бөлеміз.
Енді мен мына жерді былай қосамын. Қараңыздар. Былай болғанда мен үнемі мына жерден 1 сантиметр түсемін, 1-1 жарым. И үнемі айтам да, мына жерде художник боламыз депші. Вот. Сонда біз мына жерден прямой шығардық та. Прямой шығардық та. Осыны 2-ке бөлгенде, 22-ні 2-ке бөлгенде 1 сантиметр жоғарыға көтеріледі да сонда. Вот. Түсіндіңіз ба? И мына жерде менде 28 жарым шығу керек. Осы нүктеден, 1 деген нүктеден мен 28 жарым сантиметрімді өлшеп аламын. Міне, тоқтады осы жерде. Вот осы жерде менде 28 жарым болып шықты. Вот. Енді басты шығарамын. Мына жерден мен 6 сантиметр бисектриса беремін. Даже 7 болады. 7 бұлай. 7 бұлай. Так. Енді қараңыз. Міне бұлай болады. Бастың сүйреті болу керек та. Даже 7 емес 6 сантиметр болады. 6 жарым. Әр баста әр түрлі болып шығады. Главное вот здесь, мына басымыз думалақ қой мына жері, я? Думалақ қой. Сондықтан осы жерден былай шығаруыңыз керексіз. Мына бастың думалақтығына. Енді міне бізде мына жерде біту керекті. Сонда бізде мына жерде мойын келіп, мына жерге былай келеді. Мына бас. Көрдіңіз ме? Визуально бастың сүйретін саламыз. Мына капюшон бізде. Нақты айтатын болсам, қараңыздар, А1 нүктеден 12 сантиметр болып тұр мына жерде. Мына жерде де примерно солай болады. 12 сантиметр. Вот. Енді мынау 6 деген нүктеден 17 сантиметр болып тұр. 17. Бірақ соның өзінде, көрдіңіз ме? Жаймен бұлай келеді дағаны, мынау сперва как буква S бұлай келеді. Түсіндіңіздер ме? Как буква S келеді. Вот. И мына жерде де мынау бұлай келеді, точка. Бұлай келеді дағына. Мына жер аяқталады. Вот. Вот біздің капюшон. Но мына бұлай келеді. Бұлай. Бұл намазгер жаны. Мына бұлай келеді. И мына жерден бұлай болады. Вот. Вот капюшонымыз біздің. Но айтатыным. Мені айтатыным, капюшонда, мынандай капюшон көргестер ма? Мына жер, например, арты, я, капюшоны. Мына жерінде екі, мынандай полоска тігілген да. Вот осы жер әдемі қонат басқа негізі. Содан мен 12 сантиметр жасайым да. 12. Көп болады? 10 жетеді деймін. 10 жетеді. Значит, мен мына жерлерден полный 5 сантиметр алып тастаймын. Полный 5 сантиметр алып тастаймын да. Полный 5 сантиметр алып тастаймын. Басқа әдемі қонат просто. Вот. Енді мен өлшеп алам. Мынау қанша болу керек менде. Бір 5 сантиметр артығымен алайын, 70 дейін. И мына жерге
70 деп өлшеймін. Қазір көресіздер. Не істеп жатыр мынау демеңіздер. Готовый бізде 10 болу керек. Значит, где-то бір 11 аламын да, 0,5 тігістерге кетсе. Бұдан біз 4 деталь. Астармен болады да бұл. Астар өзінен істей салам. Матам жетіп тұр. Астар өзінен істей салам. 70, я? Так, есептерін бәрі кетті. Енді біз капюшон пішеміз. Так, менде қандай мата қалды өзі? Мына жерден мата қап тұр. Мінекей. Міне. 0,5 тігіске кетсе, вот осымен қырқамын. 4 сантиметр алдына мен шнуровка жасаймыз ғой, сондықтан 4 сантиметр беремін. Мына жер 4 кетті. Сенбесеңіздер, линейкамен көрсетемін. Вот. Енді тағы да бір детальдарын пішіп алайық. Керемет көде шығарып тұр енді. Құдай қаласа алады. Вот. Капюшонның 4 деталі да дайын болды. Енді бағанағы біз айтқан 70 сантиметр. Ені 11 сантиметр. Екі полоса шығаруымыз керек біз көпіз, я? Так. О, ура! Қорқып кеткен едім, шы. Қорқып кеткен едім. 70 шықпай қаламын, қайтеді деп.
Жалпы бізде былай болады да ол. Міне қараңыздар. Міне былай. Тіккен кезде былай, 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 былай. Міне, артығымен, я? Вот осылай тігетін боламыз. Так что бізге спокойно жетіп тұр. Өзім уайымдаған едім ше. Так, 11, 12 қылайыншы. Вот. Осыдан екеу пішіміз керек. Вот. Осы болды. Манжет. Манжет өзінен де істесеңіздер болады. Жалпы, мынау өзінен. Болады, жасайды. Так, манжетке 20 дедік. И 6 дедік па? Значит, 12, 14. 14-ке 20. Осылай жасаймын. 14. Тігіс кетеді 1 сантиметр. И сонда готовый 6 будет. Қараңыздар, қателесіп қалмаңыздар. Пішкен кезде мұны созылатын жағын, мына жағын емес, созылатын жағын. Я, мұны тоқылғандары, мұны былай қарап тұру керек, тоқылғандары. Мұны қараңыздар. Былай тұру керек. Я, как манжеттің резинасы сияқты болып тұру керек. Вот, осы жер. Осы жерден қателесіп қалмаңыздар. Мына жер. Уже направлениями білуге болады. Прям без остатков шықты ғой. Мынау бағанағы жерді мен сенбегенмін. Енді сол жерді таппай жатырмын. Осы жер шығады. Осы жерін бағана мен сенбей тұрғаным осы жерді. Осы жерден басқа жер жоқ болып тұр енді. Мына жер кішірек та, сәл кішірек. Соған есептеймін ғой енді. Манжетті дайын болды. Детальдардың бәрін пішіп қойдық, қыздар. Енді бізге бірінші иығын біріктіреміз. Мен біріншіден осылай түйреп аламыз да. Алдын, артын полный біріктіріп аламыз бұлай.
Байқаған болсаңыздар, мен қол ине қолданбаймын почти деп айтуға да болады. Сіздер де солай үйренсеңіздер болады. Мінекей. Енді оверлокқа қосамыз. Вот осылай оверлокпен қосып келе беремін. Тігісті ашқан кезде осылай болып тұрады. Тігіс жүргізбеймін. Тігіс жүргіземін десеңіз, өзіңіз білесіз. Вот. Егер оверлогыңыз жоқ болса, тура мынаның үстінен кәдімгідей машинканың тігісімен тігесіз дағыны. Трикотажный ине болу керек. Басы көк ине. Вот иығын біріктіріп алдық. Енді не істейміз? Енді бізде жең бар. Сол жеңді, мына жеңнің центрі мына. Центрді осылай белгілеп аламыз да. И бірінші иықтан бастап түйреп келеміз. Осылай. Түйреп шығамыз. Тоже оверлокпен біріктіріп келеміз.
Вот осылай қосып алдым. Міне. Енді мынандай бұйра болып кетті да. Енді бұл бұйраны қалай кетіреміз? Қазір сіздерге утюгпен көрсетемін. Вот прямо осылай, былай жатқызамыз да, именно бұйра болып қалғандарды прямо осылай басамыз. Трикотажды ыстықтай теспейміз. Жеңді де дәл солай жасаймыз. Мына бұйра болып қалған жерлерді осылай жатқызып осылай жасаймыз. Одан кейін тігісті аса қатты баспаймыз. Мынаны да солай бері қарай басамыз. Осылай. Сонда тігіс міне текст болды да, бұйра болмайды. Киген кезде осылай болады. Күшті толстовка болайын деп отыр енді, худи. Толстовка емес, худи ғой. Қыздар, қараңыздар. Міне біз примерка жасадық. Жалпы мен теріс қаратып примерка жасағанды ұнатам. Міне спущенный рукав қалағандағыдай. Спущенный рукав болады. Сосын мен мына жерді кең деп есептеп жатырмын да. 2 сантиметрден жаннан алам. Бұл өзім мынандай көрдіңіздер ме, жұмсақ мата болғаннан кейін бұл алдайды да, тастап жібереді. Трикотаж жұмсақ болғандықтаншы тастап жібереді да. Сондықтан бұл былайша есептен біз көп алған жоқпыз. 12 сантиметр негізі ол көп емес та. Бізде есебі біз 3 сантиметр қосқамыз свободаға. Көрдіңіздер ме, қалай мені алдап жіберген. Енді мен жаннан тағы да 2 сантиметрден аламын. Жеңнен 2 алам да, мына жерден былай алып тұрып, мынанша алам. Қазір мен көрсетем. Даже мына тігістен 4 алам да, тігісім сол 4-тен жүретін болады. Ал мына жерде мен 2 алатын болам да. И еще көрдіңіздер ме? Мен қалай есептедім, дұрыс па? Қанша мені созылып, андай тастап жібереді да, мата өзі алдайды. Сондықтан мен былай есептедім. Мына жерде манжет болады, сондықтан мына свободно әдейін болады да. И мына жерден де кішкене алам деп шештім. Совсем кең болып тұр да. Сондықтан даже сіздер, если осындай трехнитка, жұмсақ трехнитка алатын болсаңыздар, даже свободаға 1-2 сантиметр берсеңіздер болады екен. Жалпы осы. Мына жерден 4 алсам, 4-4-тен кетеді и жақсы болады. Мына ұзындық осылай бола берсін дейді. Вот осы ұзындық болады жалпы. Вот. Жалпы осы. Қыздар, мына қараңыздар. Міне енді мен не істедім? Мына жерден мен 2 сантиметр алдым. Мына жерден 4 сантиметр алдым.
Енді бұл мата жұмсақ мата да, содан кейін ол тастап жібереді. Маталарыңыз сіздердің қаттылау, плотный болса, ол кезде мен берген лекаламен жасай бересіздер. Мына жұмсақ мата, мына көрдіңіздер ме? Өте жұмсақ мата болғаннан кейін бұл солай жасады. Қазір біз мына жерде мен түйрегіштермен түйреп қойдым да, осы жерден қалай тігетін, мына жерде отрез болады, сол отрезді қалай тігетін бәрін көрсетемін. Еще сіздерге көрсетпей, мен былай қарадым да, иықтан мен 2 сантиметр көтердім. Яғни мен қайтадан бәрін сөгдім да, қайтадан сөгіп, иықтан 2 сантиметр көтеріп, жеңді қайтадан былай көтере салдым да, солай тіге салдым. Былай өзім есептеп көрдім да, примеркадан. Жалпы осы и капюшонды бір бетін былай қостым дағыны. Қазір капюшон қалай қосу керек екенін бәрін көрсетемін. Бұл бір беті. Вот осылай қосып тексеріп көрдім. Вроде бы нормально, бәрі жақсы. Өзі солай на худеда мата жұмсақ болғаннан кейін көрсем, өте жұмсақ мата төгіліп тұрсын деп қалап тұрмыз да, содан кейін осылай жасаймыз. Енді ары қарай кеттік.